қараңыз, ол кісі банкротталды, ол қалай жазылады? Бізге хабарласады. Хабарласқаннан кейін біз онымен сөйлесеміз, ситуацияны анықтап аламыз. Сосын қалған информацияның бәрін оның жаңағы өзінің электрондық базалары бар ғой, содан аламыз. Керек па жаңағы ICOP-тан аламыз. Бүкіл материалды жинақтап аламыз да. Сөйтіп қорытынды дайындаймыз. Қорытынды өзі 3-4 беттен дайындалады. Сол қорытындының кезінде мүліктік жағдай, әлеуметтік, отбасылық не бар ма жаңағы осал топқа жата ма, жатпай ма, инвалидность бар ма, жоқ па, кәмелетке толмаған балдар бар ма, жоқ па, қаржылық жағдай, кредиттік жүктемесі бәрін қарап, сенде болды ғой сонда, өзің көрдің ғой, біздің қорытындыны, банкротты зерттеудің қорытындысын көрдің ғой, соның бәрін не істейміз, еще артынан сосын сол бойынша қорытындылар көрсетеміз де, апаға не істеу керек, қай жерінде қандай жұмыстар жүргізу керек, әлде бірден дайын ба, осы кезде бірден тапсыруға сәйкес келіп тұр ма, соның бәрін анықтаймыз. Болмаса қосымша жұмыстан жүргізу керек болса жүргізіп, мына қарындасымыз секілді жүргізіп бар, сосын артынан шартқа отырамыз. Түсіндіңіз ғой? Уайымдайтын еш нәрсе жоқ, тек қана бізбен хабарласса, әрмен қарай керек информацияларын бәрін бірлесіп отырып жинап аламыз да, сол бойынша қорытынды дайындаймыз. Сәйкес болса банкротқа тапсырамыз, сәйкес болмаса не істеу керек екенін айтамыз. Түсіндіреміз оның бәрін қосымша. Түсіндіңіз ғой? Уайымдамаңыз ешқандай.